бар. Бәріңіздің асыға күткен Наурыз мерекеміз келіп жетті. Мерекелеріңіз құтты болсын. Наурыз жаңа күн деген сөз. Бұл күн біздің ата-бабаларымыз арғы тегіміз мыңдаған жылдардан бері тойлап келе жатқан жыл басы мерекесі. Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Ұлыстың ұлы күні деп аталған наурызда денсаулықтарыңыз мықты болсын. Тілектеріңіз қабыл болсын. Наурыз көктем мерекесі. Наурыз жыл басы. Наурыз жаңа серпін жаңа леп. Наурыз қуаныш мерекесі, бақыт пен шаттық мерекесі. Су жалтырап бұрын ашқан жас талдан, бұл бұрқырап қатып қалған тастан, күн көкіреп жас ойнап аспаннан бар тіршілік наурыздан басталады. Елде тыныш, жерде тыныш бұл күні көреміз тек қуаныш пен күлкіні. Табысқан жұрт таныс тауып жатады, жамалғанда жүректердің жыртығы. Жалғасады жақсылықтар иясат, қарлығаштар үй сыртына ұялсат. Жүрсе бақыт қыматынын хабарлап, бұл көшеді ақ шабырын қиясап. Құрметті оқушылар мен ұстаздар, біздің сыныбымыздың оқушылары өзара бақ сынасып сайыстан түспекші. Кеше көп күттірмей сол оқушыларымызды ортаға шақырды. Ұлттық ойын арқан. Бірінші ұлттық ойынымыз арқан тартысы. Ойынның шарты сынып ұлдары екі топқа бөлінеді. Арқан тартысы күш сынасады. Мықты топ жеңіске жетеді. Біздің жігіттер, мені жігіттер, керемет жігіттер. Мына біз жігіттер, арландай біздің жігіттер. Мені. Рахмет, бұл сайысқа дұрыс ойнайды. Келесі ойынымыз бұл сайыста мықты ұлдарымызды ортаға шақырайық. Жігіттер, мені жігіттер, керемет жігіттер. Мына біз жігіттер, арландай біздің жігіттер. Мені үлкен кіші алшақын туыс бауыр ағайын, шын көңіліммен мен сіздерге айтамын. Қазіргенің жігіттері мол, толайын біздің жігіттерге жырдан аспалға тағайын. Таныс әлде бейтаныс па бәрібір, үлкенге де кішіге де сый құрмет сәлем бір. Өз ана тілін қастерлеген ардақтап таныта білген бір сыры мен сегіз қыр. Қазағымның Рахмет, ұлдары келесіде қарсыңызға. Келесі кезекті білімдеріңізді тексеру мақсатында сұрақ-жауап ойынына берейік. Бірінші сұрақ. Жетік қазынаға не жатады? Ер жігіт, сұлу қыз, айбалта немесе кітап, бүркіт. Қай кезден бастап тойланып келді? Заманымызға дейін 3000 жыл бұрыннан тойланып келеді. Білмеген жерде сіз демекші жетақтаңызды атаңыз. Шыңғырхан, Канал, Сералы, Байбосын, Жылқыбай, Телехозы және Тікей. Кезегімізді әдемі кезегіміз. Ортамызда Ибрахим.